Елдің жас сақшылары Жамбыл жерінде бас қосты. Өңірде алғаш рет ұйымдастырылған республикалық форумға Қазақстанның барлық аймағынан ең үздік жас сақшы сыныптарының командирлері мен жетекшілері және ата-аналары қатысты. Жиынға аймақ басшысы, Ішкі істер министрлігінің өкілдері, құқық қорғау органдарының басшылары мен педагогтер арнайы барды. Жас сақшы жобасына қызығушылар қатары жыл санап артып келеді. Бүгінде ел бойынша 5000-дай оқушы осындай сыныпта оқиды. Ал облыс бойынша 43 полиция сыныбы ашылып, онда 900-ге жуық оқушы білім алуда. Негізгі мақсат кәмелетке толмағандар арасындағы бұзақылықты болдырмау, құқықтық мәдениетті арттыру. Өңір басшысы Ербол Қарашөкеев форумның жас ұрпақты отансүйгіштікке, заң мен тәртіпті құрметтеуге баулудағы рөлі ерекше екенін айтты. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев заң мен тәртіп қоғам тұрақтылығының басты кепілі деп нақты атап өтті. Сондықтан құқықтық мәдениетті қалыптастыру ең алдымен өскелең ұрпақ тәрбиесінен басталады. Яғни сіздерде. Бүгінде жоба республика көлемінде жүйелі түрде дамып келеді. 2024 жылы елімізде алғашқы 4 жас сақшы сыныбы ашылса, былтырғы жылы 2025 жылы олардың саны 12-ге дейін жетті. Биыл тағы 27 сынып ашылып отыр. Іс-шара барысында жас тәртіп сақшылары сыныптарының жұмысы мен оқушыларды құқықтық және патриоттық рухта тәрбиелеуге бағытталған жобалар таныстырылды. Сонымен қатар өңір басшысы 8 мектептің өкіліне бағалы сыйлық сертификаттарын табыстап, полиция инспекторларына 15 қызметтік автокөліктің кілтін тапсырды. Біздің сыныпта 15 оқушы бар. Сол 15 оқушының ішінен мен қазіргі таңда Жамбыл облысында болып жатқан жас сақшылар форумына келіп отырмын. Форум жоғары деңгейде өтіп жатыр. Мен өте алғысымды айтамын осы ұйымдастырушыларға. Бұл форумда бізге, яғни жас сақшылардың қалай жүріп тұруы, не істеуі деген сияқты нәрселер айтылып жатыр. Тіпті мұражайларға бардық. Алдағы міндет жобаның мазмұнын күшейтіп, сапасын арттыру дейді жауаптылар. Осы бағытта ішкі істер органдарының ардагерлері мен тәжірибелі мамандарын тәлімгерлік жұмысқа кеңінен тарту маңызды. Себебі кәсіби тәжірибе мен өмірлік тәрбие жас буын үшін ең үлкен мектеп. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.